Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фанта қосылып жасалатын кереметтей пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, үйде бар қолжетімді заттардан тұрады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қолдап, лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. 3 жұмыртқаға ерітілген сары майымызды қойып, үстіне 150 грамм құм шекерді салып араластырып аламыз. Кішкене араластырып болған соң 18 грамм қамыр қосқышты салып, вилканың көмегімен көпіріп көлемі үлкейгенше кішкене ақ цветті болады, солай араластырып аламыз. Содан соң 180 грамм фантаны қойып, тағы вилканың көмегімен кішкене араластырамыз, осылай көпіріп шығады. 300 грамм ұнды салып, електің көмегімен електен өткізіп аламыз. Достар, менің каналымдағы жаңадан шыққан видео рецепттерді жоғалтып алмау үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып отырыңыздар. Електен өткізіп болған соң вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың цветі кішкене ақшылдау болады. Содан соң табамызды майлап табаға құямыз. Табаға қойып болған соң бір алманы турап қалуымызға қарай сәндеп шығамыз. Дайындап болған соң 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне осындай пышный пирог шықты. Мен бетіне сәндік үшін қант ұнтағын септім. Сіздер қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер де болады. Видео ұнаған болса, каналды жоғалтып алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк, комментариймен қолдап отырыңыздар. Ас болсын!